Бар қозғал. Hap бәрекелді деп қоясың ғой. Достар, мен әбет ішемін дегенше қараңыздар. Міне біреу тұр, екеу тұр, үшеу тұр, төртеу тұр. Қайсына барам мен деген. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Мен атым Адылхан. Бұл Астана балықшы YouTube каналы. Сонымен біздер кезекті балық аулауға кеп қалдық. Қасымда Фараби аға бар. Бүгін біз Қорғалжын қорығы Қоқай көліне келген болатынбыз. Мақсат шортан және алабұға аулау. Бізде қалада осы Қоқай, осы Қорғалжын қорығы жабық болды. Себебі боран болды біраз уақыт. Бір апта жарымдай жабық болды. Кейін күн аяз болды. Сол аязға қарамай бүгін келіп қалдық. Мынандай палаткамыз бар. Ішінде газовый теплообменник қосылып тұр. Осы газовый теплообменникті сыйлаған Қайрат аға тағы да осы жерде алғыс білдіреміз. Себебі осындай күн суықта енді еш ойланбастан осылай балыққа келіп жатырмыз. Сіздер осы видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Енді қызық болады деген ойдамын. Ошын Фараби аға бір мықты шортан алып шықты. Күн қараңыздар. Күн енді шығып жатыр. Күн енді толық шығайын деп жатыр. Фараби аға қараңыз қандай салған. Анан қара. Неше мына? Мен бір 4 деп тұрмын. Шығарды көрейін. 3,5 Сразу. Ал, не отходя от косы дейді көрейік ал. Міне 0. Мен көзімнің кейде артық өлшейді. Кетіп қалмасын. Мына кішкентай неге түсіп тұр ғой сонда? Қарамайды сияқты ғой. Ал, достар, неше де ойлайсыздар? Мен 4 беріп жатырмын ал. Шамалаппын ғой. Жетпей қалды ма? 3825. 175 граммға, екеуміздің көзімізде 175 граммға. Қараңыздар. Ана шабақ жоқ тіпті. Біздер бүгін қойып атқан шабақтарымызды білесіздер ме қандай? Нендей ғана шабақтар нендей. Соған мен мынандай шортан түсті, қараңыздар. Фараби аға алып шықты мұнда. Мықты. Күн ең шығып жатыр. Ошым солай. Мықты. Басы әдемі басталды ал. Не болса да. Суық. Міне 3825. Достар, мінекей менікі тұрды. Шортан қағылы. О, айналдыр. Бар, кет. Мә. Алабыға. Жақсы алабыға. Қараңыздар, мынандай алабыға. Так. Бір 500 болып қалатын шығар. Жібер мен. Мынандай шабаққа ұстап жатық міне. Міне әдемі алабыға. Мықты. Ана жерде Фараби аға 4 килограмм қалып шықты. Күнді қараңыз, шығып жатыр күн. Ең шығып жатыр. Мықты. Достар, мен қойып үлгермей жатыр. Міне 1, 2, екеуі қалды. Мына көтеріліп тағы да. Жаңа алабыға шығып қойшы еді. Көреміз қазір. Бар атқан жоқ. Осы жол жек кетті ғой. Жоқ. Бар. Нақ тұрып кетті онда.
нағып айналдырған біраз. Айналдырған. Так, аста көрегенлай. 1, 2, 3. Ең тағы көтерісі осы жерден андай балансир дейді ғой. Сонымен бүйтіп ойнатып көреміз. Көнбесе болмайды, күн қатты суық болыпты далада. Көнбесе болмайды. Мінекей, палатканың ішінде -4, 3-9 градус дейді. Ылғал 52, далада -21 градус. Мінекей, Сиптерма компаниясының теплообменнигі, мынандай газ, мынандай аккумуляторға қосылып тұр. Мынандай датчик тұр. Ол міндетті түрде қосып қою керек. Мына жерде 2 ойық қойдық. Қазір осы жерден бізге шабақ ұстау керек. Себебі біздің шабақтарымыз өте кішкентай. Мына қараңыздар, қандай шабақтар. Қалада басқа шабақтар болмады, осыны алып келдік. Достар, мінекей мен бір шортан қармағым жалаушасы көтерілді. Опана айналдырып жатыр. Көрдім. Айналдыра ғой. Келді ғой бізге. Неге сен айналдырмай тұрсың? Ән, кетті. Бидек ал. Кетті ғой. Опана. Опа. Жоқ. Опа, леске қырылды жатыр. Ойбай. Не өлең ол деген? Килограммдық шортан, иә. Біздің шабағымыз қандай болса да еміз сондай деп тұрмын. Мінекей мынандай шортан. Ала берет шығамыз иә мынаны? Бірақ мынау қуырға әдемі шортан. Алайық. Кейін үлкендер түсіп атса, мынандайлар жіберетін боламыз. Достар, әнекей анау көтерілді, ар жағындағысы. Шортан қармағымыздың жолаушысы көтеріліп тұр. Жаңа ана жерден алып шыққан болатынмын. Кішкентайлауын арқысын енді көретін боламыз. Күн өте суық болып тұр, камера сөніп қалып жатыр, қайта. Шыдас бермей жатыр. Опа, бірдеңе бар. Алабұға. Шыдаспасам. Қараңыздар, мынандай шортан. Осы шортан өзін қазір қоя салам мен. Мынау не деген шортаны қараңыздар. Осы шортан өзін қойып көрейік, қызыққа не болады екен. Кішкентай шортан маған кедеге осы керек болып тұрған. Осы шортаны өзін қойып қоямыз. Бұған енді бір 7-8 килограмдық балық түсу керек. Ал достар, осындай эксперимент. Мына шортаны өзін қойып қояйын деп жатырмын. Дәу шортан түседі ғой маған түссе. Дәу дейсіз бе, үлкен дейсіз бе, лән дейсіз бе, қандай деп айтасыз? Бұл енді бізде ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан бүйтіп қойып қояйық. Бізге үлкен шортан алып кел, ал кішкентай шортан бізге үлкен шортан алып кел. Самолет ұшып баратыр біздің төбемізден. Қайда барасың сен, самолет? Полный, бар қозғап жатыр. Камера жасырын. Ой, балық бар қазір. Ал менің жерлі түсінді. Кейін қарай ой қалып кетіп жазады ғой. Ана бір емес сияқты.
Жақсы шорттан, жақсы шорттан. Мынау енді бағанадан сәл ірілеу өтін. Бұл енді шабағымыз уақыт болған мүмкін уақыттың пайдасы тиіп жатыр ма әйтеуір мінекей. Осындай. Мынау енді бұл да шамамен бір 4-4,5 болып қалатын шығар деген ойдамын мен. Оны бір тарыз әкеліп өлшеп көру керек. Жаңа көрдіңіздер ме, ана не істеген кезде тартып кетті ғой. Мен оны түсіріп үлгере алмай қалдым. 45-ші размер, қараңыздар. Онысымен қоймай жерлесімді картошкасымен бірге бой қалып кете жаздады. Достар, мен әбет ішемін дегенше қараңыздар. Міне біреу тұр, екеу тұр, үшеу тұр, төртеу тұр. Қайсына барам мен деген. Не болып кетті мынау деген. Тамақшы болам дегенше. Так, кеттік, ал мынадан бастайық жақын жерден. Осындайды көрдіңіздер ме? Так. Бұның лескісі бар, айналдырмаған, тұра берсін. Так, мынаны көрейік. Шыққан ғой мана. Опа, айналдырып атыр. Опа, бар. Мұны жақсы шорттан. Опа. Шорттан. Бар. Так, бір шорттан бар. Енді бір кішкентай шорттан, 1 килограммдық. Так, сен жата бер, қазір. Енді келесіне кештік. Алдыға кеттік. Екіншісіне. Екісі бар әлі. Ананы көрейік. Көрейін бар ма жоқ па. Ананы біраз айналдырып тастағанды. Балығы бар. Мынандай бір несінен қараш, мынаны жет мынау. Мында біраз айналып тастағанды. Болған ғой бір не. Біз келем дегенше кетіп қалған. Төртеу бірден деген қандай керемет, а? Мынаны көре берейік, а. Так. Жоқ. Балығы бар. Балығын кәдімгідей қисайтып кетті ғой. Сонымен мынау 4-шісі. Көрейік. Бұл да тұрған айналдырма. Ол жақсы емес айналдырмаса. Бұл мүлде жақсы емес. Бұл бірақ бүгіндікке бірінші тұрып отырған сияқты. Жоқ қой іштейм. Бар екен. Алабұға ма? Алабұға. Мынандай алабұға шықты. Осылар. В общем, 4 көтерілді. Сол 4-еуінен 2 балық шықты ғой. Мынандай алабұға шықты. Сосын шорттан шықты. Аузында күттай балықтар толып тұр ғой мынаның. Мәссаған, мына құттай балықтар деген толып тұр аузында. Мына қараңыздар. Мына қара, мындай алабұға жақсы. Мына қараңыздар, алабұғаның мына жерінің біреу тістеген ғой.
Арқасынан. Мына іздерін қараңыздар. Мынандайды не қауып жүр? Мына қараңыздар. Мына жерде үлкен шортандар бар деген сөз ғой онда. Мінекей, сағат неше болды? Обед болды. Міне алабұға. Міне шортан. Ана жерде тағы бір шортан жатыр. Қазір алып келем. Жаман емес, жаман емес. Фарабиға міне қараңыздар қандай алабұға шықты. Мінекей Фарабиға мынандай алабұға ұстады. Мен бірден салмағын айтайын, 750 грамм. Әлі өлшеген жоқ бірақ. Көрейік ал. 750 бола ма екен, жетемек көйт жүрген жоқпын ба екен? Жоқ, ішкі жағынан астынан, желбезіктің астынан салайық. Кас-касқана нөл болсын. Нөл. Ал кеттік. 100 граммға қателеспін. 670 грамм. Менікі шама осы жол, менікі бір шама болған екен. Әйтпесе менің көзім постоянно артық есептеп жібереді. Осы жол кішкене дұрыс болған екен. Міне жатыр. 680 дедің бе? 670. Достар, мен мана мына жерден алабұға ұстадым ғой. Соның қасынан тестім. Күн жылыды. Жылғасын далаға шығып. Осылай аулап жатыр. Көретін боламыз. Ақ балық ау, ақ балық. Қармағымды қап балық. Алабұға, алабұға. Түсші біздің қармағымызға дейсің ғой. Ана қараңыздар қандай алабұға шыққан. Ана қараңыздар қармаққа қандай алабұға шыққан. Келді алабұғалар. Менікі біреу ашылды деген хабар келді маған. Көрейік қайсысы екен. Опана. Бірден жүгірейікші. Бірден жүгіріп барайық. Біраз уақыт тынышталып қалайық. О, кетті. Міне жақсы кетті. О, жақсы кетті. Бар, достар, бар. Ондай үлкен емес сияқты. Ондай, опа, неске қараңыздар. Опа. Мінекей мынандай шортан. Достарым, мынандай шортан. Шамамен 1 килограммдық. Бүгін осындай шортандар беріп жатыр маған, білмеймін. Үлкендер жоқ. Үлкендер маған түспей жатыр осы жолы. Бірақ осығанда шүкір. Бұл да жақсы шортан. Басталды. Әп бәрекелді деп қоясың ғой. Әп бәрекелді. Шортан, мен сені үй жаққа апарамын. Шортан, сыртында тазалап табаға қурамын. Шортан дейсің ғой. Мынау дейтін шорағай болып қалды аналардың қасында. Мына шортандардың қасында шорағай болып қалды. Аналардың қасында. Мінекей. Мына алабұғаны айтсаңшы шыққандай, ә? Алабұғаны қара, мына шортанды қара. Жартысы ғой. Мықты. Желеп басталған сияқты. Көреміз ең қалғандарын. Достар, менің бір шортан қармағым тұрды. Жалаушамыз көтерілді.
шортан қармағымыздікі көретін боламыз. Мен мына жерге шатаспасам, екі кішкентай балықты іліп қойған болатын екі жағына, екі ұшқа. Екеулік қой, двойник. Соның екі жағына екі кішкентай балық іліп қойған. Так, жарайды. Күттік. Жоқ. Бір балығым жоқ. Бір балығым бар. Ең шеттегісі тұрып тұр екен менікі. Барып тексерейік. Бар ма екен бірде? Оу, кетті. Оу, тоқтамай алдырып отыр. Мен тоқтамай алдырып отыр. Опа! Опана! Опана, но нормально бірде сияқты. Көрінді білмеймін. Келе жатыр. Опа. 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 Мен ана кірмейм дейді. Не білем? Не білем? Опана! Шорт! Хап, бәрекелді деп қоясың ғой. 3 кило бар. Бүгінді үлкен шорттан ұстамай едім. Міне. Аузынан не істеп тастадым, орап. Қалай орап тастадым не? Қалай орап тастадым? Алабұға түсті мінекей, қараңыздар. Көрсетейін қазір. Аузын аш. Мінекей алабұға көрдіңіздер ма? Көрініп тұр ма? Алабұға түсті. Жақсы шортан. Бірден өлшейтін боламыз. Мен бір 3 беріп тұрмын. Көзім 3 деп тұр, ал білмедім ал. Мықты. Әп бәрекелді. Сіздер каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліңіздер. Аяқ. Міне, 0 таразыда. Мен 3 деп тұрмын, білмеймін. 3-ке жетпей қалар ма екен? Тұр. 2 кило 580. 3-ке сәл жетпей қалды. 420 грамм жетпей қалды. Жақсы шортан. Қараңыздар. Мынаны сауал ұстауымыз. Мұны мен аяғым. Тескен түсті. Білмеймін қайдан кеп қалған. Қошы мына жерде мынандай табандар да бар екен. Қызық. Жоқ, жек бітті. Ақ кеткісі болыр. Сонымен достар, мінекей күн батайын деп жатыр. Біздің бүгін аулаған балықтарымызды сізге көрсетіп жіберейін. Мінекей мынандай балықтар. Қараңыздар, мынандай бір табан түсті. Мынандай жақсы алабұға. Мынандай алабұға бар, мынандай 2 шорағай. Мына 1 килограмм, 2,5 кило, 3 кило 800. 3 кило, мүмкін 3,5 кило шығар даже. Мінекей осындай шортандар, мінекей қараңыздар.
Бұл Қорғалжын қорығы, Қоқай көлі. Біз әлі балық аулауымызды жалғастырып жатырмыз. Бірақ та қазір қараңғы түсіп кетсе, оған дейін сіздерге көрсетіп жатырмын. Егер тағы да балықтар түсетін болса, біз түсіретін боламыз. Әнекей көзімізше біреу атылды. Біреу көзімізше атылды. Бүгін осындай тамаша балық аулау болды. Мен қасымда Фараби аға болды. Сіздер міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, ұмытпаңыздар. Және Астана балықшы WhatsApp группаға да сілтемеде, описанияда сілтемесі болады. Соған міндетті түрде жазылыңыздар. Мен Instagram парақшам бар, балықшы KZ деген. Оған да жазылсаңыздар болады. Және TikTok'та да бармын. Оған да жазылып кетсеңіздер болады. Ол кезде қызықты видеолар мен түсіремін. Каналдан күтейік, айналдырған. Мінекей осындай керемет, бүгін өте керемет қабыс болды. Біраз жүгірдік, біраз көтерілді. Алабұғалар жеткетті. Қаладан кішкентай шабақ балық таба алмай әрең іздеп жүріп таптым. Сол еңбегімізге орай осындай қабыс болды. Бүгін көлімізден шықты. Бүгінгі балық аулау негізі неге үндемей тұр. Соны чеш. Алға тексеріп. О, бар. Бар, стоп тұр. Аузынан жылып алды. Бізде тірі балықта жоқ қой. Сонымен мінекей барлығы кетіп жатыр үйлеріне. Бұл жерде балық аулау сағат 6-ға дейін. 6-ға дейін шығу үлгеру керек, бірақ білмеймін, мына жерден шыққанша 6-тан асып кететін шығар. Сонымен сіздер міндетті түрде каналға жазылыңыздар. Осындай керемет балық аулау болды. Бұйырса айтпақшы, мен каналыма 2 жыл толады. Комментарийде құттықтап қойсаңыздар болады. Осы балық аулап видео түсіріп жүргеніме 2 жыл болып қалыпты. Барлығы сіздер үшін, сіздердің арқаларыңызда осындай керемет демалыс болып жатыр. Сіздер маған қолдау көрсетіңіздер, комментарий жазыңыздар. Ол маған үлкен мотивация береді. Ары қарай каналды дамытуға, жақсы контент ұсынуға, жақсы видео түсіруге. Айтпақшы, мына теплообменник деген нәрсе өте керемет нәрсе екен. Қақаған 24 градус аясында, ішінде плюс 15 градуста отырасың. Керемет емес пе? Астына пол алсаң, вообще 20 градус болатын сияқты. Ана іші кәдімгі киімді шешіп тастап балық аулауға болады. Келесіде біздер білмеймін, шортанға емес, енді басқа балық аулауға баратын шығармыз. Мүмкін біз Еремен тауға, Солдатский дейтін көл бар, сол жерге карась аулауға барып қалатын шығармыз. Күтіңіздер. Сіздер мені қай қаладан көресіздер, қай мемлекеттен көресіздер, міндетті түрде комментарийге жазыңыздар. Сонымен видео аяқталды. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, аман болыңыздар, сау болыңыздар.